Сәлем достар, бүгін сендермен бір қалыпты айнымалы қозғалыс туралы есептерді шығарамыз және формулаларын жаттап алады екенбіз. Қараймыз, бір қалыпты айнымалы деген сөздің өзі не бізде? Ол деген сөз жылдамдығымыз тұрақты емес, мына жерде сөзде көріп тұрсыңдар ғой. Керісінше айнымалы үдеу бізде не болады екен? Тұрақты болады екен. Осы бізде шарт орындалса, бір қалыпты айнымалы немесе тең үдемелі қозғалыс деп аталады. Енді қараңдар, бұл жерде 4 формула көрініп тұр сендерге. Біріншісі жол және орын ауыстыруды табу формуласы. Біз білетін v налевой t плюс минус at квадрат бөлінген 2. Енді қараңдар, бұл жерде мынандай шарт бар. Шарт. А да, Т да айтылса осы формуланы қолданамыз. Ал екінші форма бұл жылдамдық. Плюс болса үдемелі, минус болса кемелі. Мынау соңғы жылдамдықты табу формуласы. Енді үшіншіде берілген формуланы түрлендірейік. Қараңдар, S-ті табу үшін осы жерден v квадрат минус v налевой квадрат бөлінген плюс минус 2a деген формула. Бұл шартта Т айтылмаса. Ал бұны түрлендіріп алдық қой. Осы жазыламыз негізгі мына біреу, мына екеу. Енді үшіншісі мынада шарт не бізде? Үдеу айтылмаса. Біз көріп тұр, үдеу жоқ. Айтылмаса. Не нәрсе жоқ, сол айтылып жатқан жоқ деген нәрсе. Енді осы формулаға, 5-6 формулаға жеке-жеке есеп береміз. Соларды шығарып көрейік. Қалай болады екен? Так, жазайық берілген. Бастапқыда дейді. Сразу метр секунд айналдырайық. В тең, но бізде неше болады? 60, 60 метр секунд. Так, уақыт. Бастапқыда налевой бізде. Уақытымыз 20 секунд беріліпті. Одан кейін үдеуіміз 9 беріліпті. Так, ара қашықтық. S табыңдар дейді. Енді бірінші формула үдеуде бар, уақытта бар. Демек, қай формула? Бірінші формула. В налевой Т. Енді плюс минус деп тұр. Бізде тежелсе минус болады. Бұл жерде демек бізде үдемелі қозғалыс. Келе жатыр. А Т квадрат бөлінген 2. Орнына қойып есептейік. В налевойымыз 60, Т-мыз 20, қосамыз үдеуіміз 9, Т-мыз 20-ның квадраты, ұмытпаймыз, бөлеміз 2-ге. Мынау бізде 1200, 400-ді 2 бөлсек 200, мына 200-ді 9-ға көбейтсек, бізде 1800. Тең болады, сонда бізде қанша болады екен? 3000 метр деген жауап. Бұл бізде формуладағы бірінші формулаға үдемелі қозғалысына арналған есепті шығардық. Енді екінші есеп көрініп тұр өзі. Мына жерде А-2. Демек бұл кемімелі қозғалыс. Берілген жазамыз. Бастапқы жылдамдық 10, үдеуіміз минус 2, уақытымыз 8, ара қашықтықты тап дейді. Есепте дегеніміз S тең формула енді ортасы минус болады. А Т квадрат бөлінген 2. Орнына қойайық. 10 көбейту 8 минус 2 көбейту 8-дің квадраты бөлінген 2. Номинан қысқарта салайық. 80 азайтамыз. Нешті дейді? 64-ті тең бізде 16 метр. Бұл бізде кемімелі қозғалысқа. А да, Т да айтылса дегенге арналған формула. Кейінгі есеп, үшінші есеп. Так, орнынан тұрақты 0,5 үдеумен дейді. Автомобильдің жылдамдығы белгілі бір уақыттан кейін, соңғы жылдамдық демек. Уақыт өтіп кеткен арада 10 болды. Осы уақытта жүрген жолын тапты. Бізде не айтылып тұрған жоқ? Т айтылмаса. Айтылмаса. Қай формула еді? S тең v квадрат минус v налевой квадрат бөлінген 2a деп тұр. Енді қараңдар, мына v налевой бізде қайда? Ол баста орнында тыныш тұр. Тыныш тұр деген сөз, оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең деген сөз. Демек, сонда бізде формула v квадрат бөлінген 2a болады. Жазамыз, есептейміз. V дегеніміз 10-ның квадраты, 2
2 көбейтілген бізде 0,5. Мынау 100 болады, асты 1 болады да, сонда 100 метр деген жауап шығады. Бұл формула қайсыған Т айтылмаса дегендегі жолды табу формуласына арналған есеп. Әрқайсысын жазып отырамыз, ұмытпаймыз. Және кейінгіде қандай тақырыптар қызықты, комментарийға жаза кетіңдер, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Так, берілген жазайық. 180 метр жол жүріп дейді, Эспер, 180 метр жол жүреді ол. В налевой 14 болады. Одан кейін ол 10-ға өзгереді. Уақыты қанша дейді. Көріп тұрсыңдар, не айтылмай тұр? Үдеу, міне. Үдеу айтылмаса. Қандай формула еді? Жазып аламыз. В плюс В налевойды бөлеміз 2-ге, көбейтеміз Т-ға. Осы жерден бізге Т керек. Т-ны табу үшін пропорция жүресіңдер. 2S В плюс В налевой. Орын ауысқанмен, қосылғыштардың орын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. 2 көбейту S-іміз 180, 14 қосылған 10 дейді. 2 көбейту 180, 24, қысқартасындар 12, екеуін бөлсеңдер, где-то 15 жатыр. 15 секунд, Бұл есеп үдеу айтылмаса дегенге арналған. Тура осылай S-ді есептеу бар, ол кезде уақыт берілді. Просто жетіп түрлендіріп алдық. Кейінгі жылдамдығы дейді. Жылдамдығы. Сразу айналдырсақ, бізде 5 болады, 5 метр секунд. Егер үдеуі 0,8 болса, 6 секунд уақыт өтеді. Демек бізде бастапқы жылдамдық. 6 секунд уақыт өткеннен кейінгі жылдамдығын есепте. Жылдамдыққа арналған формула қандай еді? В тең В налевой плюс минус А-ты. Бізде тежеліп тұрған жоқ. Демек бізге не? Үдемелі. Плюс керек. Есептейміз. В тең В налевойымыз 5 плюс 0,8 көбейту 6 тең болады. 4,8 болады. Сонда қосып жүрсеңдер 9,8 метр секунд деген жауап болады екен. Бұл жылдамдықты табудың үдемелі қозғалысына арналған. Кейінгі есеп бастапқы дейді. В налевой тең 20-ға. Түзу сызықты қозғалып келе жатқан үдеуіміз 4-ге тежеле бастады. Демек бұл кемімелі деген сөз. Т тең 4 секунд соңғы жылдамдығын есепте. Формула жазамыз. В налевой үйреніп қалдық қой, тежелу десе минус қоя бересіңдер. В тең В налевойымыз 20 минус 4 көбейту 4 болады 16, 20-дан 16-ны азайт жерсеңдер 4 метр секунд. Түсінікті ғой бізде. Бізде берілген бір қалыпты айнымалы қозғалысқа барлық формулаға есептерді шығардық. Бұдан кейін қандай тақырып қызықты, комментарийға жаза кетіңдер.